Сәлем достар. Бүгін дәрігерден сіздерге бала емізу кезінде ана не туралы білу керек жайлы мағлұматтар беремін. Әйел адам жүктілік кезінде де, босану кезінде де өте көп өзінің витаминдерінің, өзінің минералдарын жоғалтады. Және одан кейін бала емізу кезінде де әйел адам балаға өзінің ана сүті арқылы белоктар, минералдар, витаминдерді беріп отырады. Сондықтан әйел адамда әртүрлі витаминдердің жетіспеушілігі, сондықтан кальцийдің жетіспеуінен әйел адамның тісінің түсуі болады. Шашының түсуі және тағы басқа сондай симптомдармен көрінуі мүмкін. Әйел адам осы бала емізу кезінде тісінен айырылмау үшін біріншісі әрқашан сүтті тағамдарды көп қолдану керек. Бірінші, күніне 1 стакан айран және 100 грамм сыр жеп отырыңыз. Екіншісі, күнде 2 сағат кемінде 2 сағат күнге шығуыңыз керек. Күннің астында жүріңіз. Үшіншісі, жеміс жидектерді көп жеңіз. Төртінші, ананың рационында ет тағамдары болуы керек және жануар майы. Бесінші, есте сақтайтын жайт, ананың ұйқысы қанған болу керек. Сіз балаңыз ұйықтаған кезде әрқашан бірге ұйықтаңыз, бүкіл жұмысыңызды тастайсыз. Яғни бала оянған кезде бүкіл жұмысыңызды істеуге тырысасыз. Бала ұйықтағанда сіз де жатып демалуға тырысыңыз. Алтыншысы, сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі болу керек. Сол үшін сіз жағдай жасауыңыз керек. Бірінші өзіңізге. Сіз балаға емізу кезінде, яғни стресске түссеңіз, сол стресс кезінде түзілген гормондарды сүт арқылы беріп отырасыз. Сондықтан, егер ананың көңіл күйі көтеріңкі болса, ол балаға да жақсы әсерін тигізеді. Яғни сіз өзіңіздің көңіліңіз көтеріңкі, жақсы эмоция арқылы әйелдің ағзасында жақсы гормондар түзіледі. Сол гормондар арқылы сіз балаға емізу арқылы беріп отырасыз. Яғни бала сізді және психоэмоциональды сізді сезінеді, сіздің көңіл күйіңізді. Жетінші, есте сақтайтын жайт, емізу бұл ана мен баланың арасында өте тығыз байланысты туғызады. Яғни ана мен бала арасындағы махаббатты күшейтеді. Бала өзін яғни қауіпсіз сезінеді. Сегізіншісі, ана сүтін ештеңе ауыстыра алмайды. Ана сүтінің құрамындағы заттарды, нәруыздарды, көмірсуларды, яғни иммуноглобулиндерді ештеме ауыстыра алмайды. Осындай сіздерге 8 нақты ақпарат бердім. Дәрігерден сіздерге нұсқаулы бала емізген кезде. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан бақытты болыңыздар. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, отбасылық дәрігер. Лайк басуды ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.